Изен арарлы көрікжелер, эфирді солбын көздік студияда Юрий Шылтыгмашев. Пүн пісіріріні Пістің Республиканың ең танығылық хабарларына таныстырар біз. Көздігіні Хакас шының Шилінің аршоқтың асчабыз. Піске Республиканың ұлғылар шөбінің кнезінің Петр Иванович Воронинның шоқ алызы паларға оңдай түскен. Мұна немі о піске шоқты перген. Хакасское региональное общественное движение хакасского народа является организацией добровольной. Туда входят добровольные объединения, организации. У нас съезд, 13-й съезд хакасского народа прошел в 2016 году в соответствии с уставом, который зарегистрирован в Управлении юстиции, Министерства юстиции по Республике Хакасия. Он проводится один раз в 5 лет. Это очередной съезд. В промежутках между съездами ежемесячно работает исполнительный орган, это Президиум Совета Старейшин. В его состав входит 13 человек. И раз в полгода собирается Совет Старейшин хакасского народа, в который на съезде избрано 55 человек. И 10 кандидатов избрано. 10 кандидатов избрано с целью, что кто-то выбывает по причине выехал из Хакасии или ушел из жизни, и такое, к сожалению, бывает. Поэтому мы за счет кандидатов пополняем, чтобы у нас кворум постоянно был между съездами. Исполнительный орган Президиум Совета Старейшин, он является ежемесячным органом, который собирается и рассматривает текущие вопросы. Устав нашей организации зарегистрирован в Министерстве юстиции. Последние изменения были в нем внесены на 13-м съезде Хакасского, на 12-м, на 11-м. То есть жизнь вносит коррективы, и в устав вносятся изменения. Я хочу сказать сразу, чтобы было понятно, что устав нашей организации – это устав организации Хакасского регионального общественного движения хакасского народа. Потому что могут быть еще какие-то хакасские организации, у них свой устав, у них свой порядок. Я говорю о нашей организации, которую я представляю. Внеочередной съезд возможен. Внеочередной съезд может быть собран. Он может быть собран по требованию 150 родов хакасского народа, либо по требованию 50 плюс 1% от числа советов родов, районов и городов. У нас их 13, в каждом районном центре и в каждом городе созданы советы родов районные, Аскийский, Таштыбский, Орджоникидзевский и так далее. Там есть, работает тоже президиум родов, он тоже в составе 15 человек работают. Они свои заседания по мере необходимости тоже проводят, свои решения они нам присылают, там обращения, и мы их тоже рассматриваем. Вот, в принципе, если следовать букве закона, порядок созыва съезда и порядок назначения даты проведения съезда, повестки дня съезда, он строго регламентирован нашим уставом. Если есть инициативная группа, которая провела 150 родовых собраний, провела заседания советов наших первичных организаций, которые созданы в районах и в городах, они должны эти решения все представить в Президиум Совета Старейшин, и Президиум через Совет должен назначить дату съезда, представительство определить, потому что съезд предполагает проведение конференции в районах и городах, выборы делегатов, потому что это делегаты, которые уполномочены народом того или иной территории представлять на съезде. И вот процедура в принципе такая. То есть любая инициативная группа, которая хочет провести неочередной съезд хакасского народа, она все равно должна обратиться в Президиум и Совет Старейшин. И он примет окончательное решение о дате съезда и повестке дня съезда. Шолғылар шөбі еткін тоғыстыр қостыры көп сұрғылар сығыс келші. Сынап шоқтызы тоғыс олу апарылшы. Олардың арпіске олғылар шөбінің президиумының аралысшызы Григорий Ильич Майнагашев шоқты берген. Біздің олғылардың шөбінің піде прай районларды жүршев, санды бұл советтері олғылардың шөбілерінде жүршев. Олардың шоқ баршы. Сами біздің үйін тоғыз баршы бұл съезді шахан сұрғыларды шутасқа керерге. Но аны ол тоғыз тапаршы сғади, аны после нағылы шоқтаспен, а правительственная программа закисылғыз. Аны правительственная программа тапа тілді қайды апарарға, учительдерді, студенттерге, темнеге тілдің балаларды үйретшен кізлерді. Бірай ол сұрағыларды, бірай біз государственная программа кесілға, сам учительдер хакасский тілді үйретшіткен оларға доплата бұшы,
15, по-моему, или 37% должностной оклад хавишила. Студенттер жүрген шеткен таттарны югірдегі тимненшін кізлерге 2000 нема стипендия қозы бішелер. Ол программа піскер сылғабыз. Ама ол тоқытчы участасқа башан ағандар алдыры ол направление. Пазы пістің бұл учебниктерді бірайын алышылап сылғандар программа қоста, бірапс паспергов, сихади, апарарға ол тоқысты Министерство образования и науки аны толтырше. А национальный по историям, древней истории и средневековой истории сабы талас вообще. Без анагандар алдра Министерство образования начохтаз на учебниктер башелер по Леонид Романовичтың сағынған чоғынан үйреткеннен қостыры. Амбрай учебниктер посылдылар. Амана учебник, что полпора, керек нема экспертиза, научная экспертиза на уровне Российской академии российских наук. Но он 2 миллиона чарым акча керек, но пока правительство еще не все. Ну, писал токста, улсурды контроль там сарвинджи, санаң все равно, неменно жылда или постоянно начал да читарывс и учебниктер сықпарзы, экспертиза болса, анда да печатать пол уже про учебниктер истории с древнейших времен, средневековой и до современности про болар біздің учебник хакасионның. Шоқтызық ұлық болған, біз көні сұрғылар бергебіз, олар прайынандырғанар. Қары тыстапшытқан пірігі сырқосыры сұрық үйдек қайық жоқ халбан. На үлгі кел, кізлер башы, анда жоқ бірше піске келшелер, сұрынчы, сұрықшелер, нұға пістің ұлығылардың үші бірде шоғы жоқ ол. Біз саманы сынықтап ше, самына келген үлгі, қайди тоқ сапырыр, қаның соның көріп, шылызып съезді кетимнивс материалар брай, а съезд пістің только улуглардың шөбі только может шығарға. Закон хостры, уставстың хостры, пірлі организации, анағандар районный совет и республиканский совет пістің улуглардың шөбі. Вот по исткен апрель айда біз докладывали Пістің съездің қайдығы резолюциялары пүйікше, қайды пүйігілбінже, қайды шетпінже доклад обсуждать бол. И правильно правительство писало, что правительственная программа по выполнению резолюции съезда 4 минже, қайды пункттарды толдарбиншін прай паспергавс. Ам күскізін біз сақтябыр айда келзе, ол зұрғыларды тоже тұрғызывс. И что спорше, по угольный разрез тангандары шунха пскей болше. Біз педисахчев, они тоже прай документально сынықтавшев, солар қайдя пашелер ол тоқсты. И біздің тоже бар сахс, что мұнда нуға угольный разрез алар хринді границетін писылғанар оларға лицензия. Даже сүйіктерді тоже угольный разрезке кейсалғанаш. Ануғаны ол границынан даралдары шылдырып спаспыр. 200 километр алардан ортағары хит. Ол пүкшен сұрғылар. Ол сұрғыларды тоже правительске тұрғызывыз. Бұнда тоқчытқан угольный разрезтерді тоқчын кемт келшем тоғын поставшелер Новокузнецкий, Кемеровской области шахтер басқа жерден келіп, андардың ағыл, пістің жонның, пістің мұнда шұқтапшын жонны ноға өгірет бинжелер, демне бинжелер, тоқшылар, пістің жит балылар, бірде тоқс життіретін, ол ұлық зұрығылар. Олар да темнига надо. Мұнда, вот көріңер, мұнда Русгидро,
Саяногорский, Черемушский. Университет, целый институт тимнеп салгандар. Анды бұстарынға тоғын жоң отырлысырға специалистер, мындағы кипалылар бар анды үгірінчелер. Ануға пауғалына разрестер, олар бір жылғалы келбенір. Жибіргі жыл азыр мұнды тоғынаға тимнен істілер. Бұл институт сразу горный по разработке угольных разрезов и добыче угля, и экологии. Пістің балаларды анды үгіретсінер. Анды сұрғыларды біз тоже оларға тұрғыза керек болса, пістің жон тұрғыза. И пістің жонның тұрғызсас, басқа жон пісті тоже болзарлар. Анды сұрғыларды тимниге керек болса. Біз ұлғылыр шөбін азық шоқтызыға қығырып алырға еткі біз. Ше маң шоқтаңар келіспен барған. Аныңар шоқтазық мұнда оңдайының ерткін. Бізге ұдырып арған үшін алғызы біз жетірше біз. Пи аймандағы керба алхринті на харадастапшын орын асылша. Сағаманды Санкт-Петербургтағы пазы Хакасиядағы археологтар тоқытчалар. Олар харадастабыр орынды он азыр археологический памятник тапқанар. Оларны істеспенді харадастабыр тоқыстарыны пастирға шарабыз. Археологтар бұрынғыдағы алына тап алғанар. Оларның танығының ал ұлығы болған 1,000 квадратный метр. Артызылған істер қостыры мұнды кізілер неолит тұзында чүштаптырлар. Мұның арахнеміз пасқа ал болған, анда тоқыстар тосып барған. Мұнды дізің істезік тоқыстар 2-3 жылға. Сағым олар ал тастын қасшалар. Аның иптіп ал ортызын запарарлар. Чүрт болған орынырны танықтып үстіндегі шірні қиялшалар. Мұндық оймақтар табылша. Андар, біздің бұрынғыларыбыз кір бұқсақтарыны, одылық ыдысқамыстарыны, шен сөктеріні тастажыңнар. Андық шерді адай сөгі табылған. Сөктір қостыры адай ұлы болған. Археологтардың көрізінің ол кир барып өліп барған. Аныңар аны оймақсар салсалып көм салғанар. Қазыз тоқыстарында 8-10 шағын кізі тоқытша. Кемді пастағызыны, шепрезі өнетін шылсай келіп барша. 7 жылы тоқытмарым. Майдан бастап, Ашановды бір айда оңғапс. Аның Ашановская разрезді, аның берілдер келгіпс. Тоқсарымыз, қанығы тоғынаған кізлер мұнтаныз бақшызың. Дейінілер табыл жатса қанығы тоғынаған. Мұнды жүкті асқанақ керамика сөктерде түнгіпші ол. Ашановды мағат болғындан. Андырной ма табыл қазір? Ну, стреланың наконечниктер табылған. Мұнда тоже перевшанық. Тоқс ник немес. Ізігді шерні қазарға көп күз керек. Шекспедицияның сұстық жылары шыны ирелі біз кәтіп, тоғыныр тұсты ептіп салғанар. Жарым 8-ті тұршыпс, 8 жасты азырын шыпс, іштін. Тоқсас, раскопкаға баршыпс. Жарым бірге тоқыншыпс, түршасқа керетінен шыпс. Аның 7 жасқа кере тоқыншыпс. Аз мозмон волейбол, кем маңды кино көршісі ноутбуктың. Әзіглерді тұрып, күмес, перекурлар бұлшатынан шыпс. 50 минут тоқшы, 10 минут шыпс. Бұрай табылған істерге санпиріп танықтапшалар. Аның олар музейлердер ызылар. Сығымында одылық ыдысқамыз, тас тербін, тир істежің тирік табылған. Алынжы қыды чоны 2 қолы ақшасын танықтерге шерер. Олардың пірсі 11 векті сығарылған. Аныңар қайди үр бұ алды шон чүртан археологтарға істезіргілі қалша. Николай Домажаковтың адының республика библиотекасында алыптығынымық тарқыны пазапюнге күнітіп наука-практикалық семинар естбарған. Ол Хакниялінің шетон писчазына шарылған. Наука-практикалық семинар айдолы алыптығынымық үзігінің азылған. Күчен Айша Арықсайын шатқан қағып келген жоны өріндірген. Алыптығынымықтырды пістің шоның тіл байы пазып бәлезі қайралылша. Аныңар аға олу қайық саларға керек. Шибірге шағын искіргіже. Олардың арасында тіл, фольклор істезік желері, хакас тілі үгретшелері. Олар шидер өскерерінде алыптығынымық ұлы қозым ичет танықтап шалар. Біз алыптығынымықтыр біздің 5-ci кластың басты, 10-ci класты үгретшебіз. 11-ci класс қатері.
Прай полғанна немеде тозалынча біз хакас тілінің урогында едек алыптығын мұқтар керек болып барша бізге. Тарханы алыстыр шытқанды, сын көрістеріне шоқ етшеткенді, біздің шонға алыптығын мұқтырзар айланырға керек. Анды, кертіл барған шоның қиғазы, бізге пүйін уға тузы болыр шық. Ескен таны күнерінде шыра айма алырдағы спортсменеріне шаған. Анды кішік алыр байрам ерткен. Келген чон шетті спорт көрімінше ұстарының сынысқанар. Орғақ айының 200 күнерінде шырады кішік бағаларының байрам ерткен. Ол кейбірге кірпірған тирге шәрер. Шылдың шылға аралысшылар саны қозылып отыршы. Бүл күштерінің сынызырға 130-ға шағын спортсмен келген. Байрам Хакасиядағы кішік аларына қайралер позитиледер программы қостыр ертші. Біздің республикада кішік алар 100 кездің төбін шұртығы болзатып саналшы. Бұл байрам анық шұртығы жыларына көстілген. Марғыдай ikkinchilестер болбазынтып, спортсменеріне кішік алды шүртіп шытқан базыны қостыра сынықтанар. Шиит олқыстырға шеті спорт көрімінже волейбол, теннис, ағас базы арғамшы тартысқаны, шүгірес, шәпшің сөбірі базы кішік футболжа марғылазарға келіскен. Аймақ пысқа салтығаларының пи базы Баграт айманы спортсменері кел полбен залғанар. Қазір қарбызығыда бастағы орын таштып аймандағы өме алған. Олар шетел көрімінің арасында бейзінде бастағы орынды болпырғанар. Біздің республиканың ең күштік спортсменері таштып айманың аларында жүртіп шеттірлар. Пүйін позны 9-15 жазын таштып аймат анықтапша. Біз аймақтың жүртіғшыларын мұндық ұлы өлігіні алқыстапшабыз. Қасықтарың пик болзын, тайғаларың үңнін тұрзын, жерді әзі болып жүртіңар. Мұның арлы көрікшілер пістің көзді біз тосылшы, көріңер пісті полғаны шешімі күн шеті жаз ерді. Аным жоқтыр. База тоғасқанжа.